Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгін 16 қаңтар. Жылқымды кішкене жүгіртіп, жаратып қайтуға шығардым. Жылқының буы шығып кетті. Ауылдан бері қарай шауып келдім, осы қойдың жолымен. Бүгінгі видеомызда сіздерге жылқымның жүрісін, қалай шаптым, шабысын бәрін көрсететін боламын. Видео басталмас бұрын достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ат бірақ енді болдырып қалды, шауып. Бұл құнан 3 жасар. Үстінен буы шығып тұр. Ауылдың бәрін осындай қар басып тұр қазір. Қазір айылын тартып, ары қарай жолға шығатын боламын. Сол үшін достар, видеоны до конца көрейік. Достар, атқа қондық. Енді осы қой жолымен ары қарай жүретін боламыз. Қой жолымен жүру себебіміз достар, қой жолы біріншіден тегіс болып келеді, қойдың аяғымен тегістелген, қар тапталған, жылқыға да қиын болмайды. Және де үшіншіден айта кететіні, ол қой жолында тас не болса, оның бәрі көрініп тұрады. Ол жылқының тұяғына соғылуының алдын аламыз осылай. Қандай көрінбейтін полямен шапсаңыз да, даламен. Бұл жерде достар недер болады, көптеген шұңқырлар, сайлар болады, соған жылқы алдыңғы аяғымен кіріп, құлап кетуі, аяғын сындырып алуы мүмкін. Сол себепті осындай қой жолымен шабамыз. Жылқыны жаратуға шықтым. 2-3 күнде бір осылайына мініп тұрамын. Осының алдында бордақ туралы видео шыққан достар, сиыр бордақлау туралы. Соны видеоны көрмесеңіздер көре кетіңіздер. Өте пайдалы видео. Мынандай сайлар бар, бұл жерде жылқы сүрінетін. Үйге барғаннан кейін ат суытуды көрсетем сіздерге, қалай суытам. Барлығын көрсетіп өтетін боламын достар. Тегіс жерге шығып алайық, содан шапқанымды көрсететін боламын. Мен шауыптап алдық, атты жаратып үстінен бәрі тері болып кетті. Үйге жылқыны суытуға апара жатырмыз. Бүгін күн жылы, 0 градус болып тұр қазір. Ауа райы суық та емес, жылы да емес, бір қалыпты. Сол себепті осындай тамаша ауа райында жылқыны далаға жүгіртіп қайтайын деп шықтым. Күн суықта жүгірткенге обал. Сол себепті осындай жылы ауа райында далаға шығарып, кейін далаға шығарылатып шауып шығамыз. Жылқымыз қазір болдырды әбден. Біздің ауылдың Қаратауы. Жер көктің бәрі аппақ болып жатқанда, бұл жерді әлі қап-қара болып жатады. Себебі таудың тасының бәрі қарада. Күннен тез қар еріп кетіп жатады. Қыстың өзінде кейде қар тұрмайды. Ат әбден болдырды. Қазір үйге апарып, атты суытып, үстіне жабуын жауып,
ер тоқым салып үйретсем бе деп тұрмын. Себебі құнан болғандықтан әлі ер тоқым салынбады. Ер тоқым салып үйретейін деп тұрмын. Мүмкін ол келесі видеода шығатын болады. Ер тоқым салып үйрету себеп достар. Видеомыздан алыстамайық. Каналды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздерде қандай тұқымдашылық ұстайсыздар үйлеріңізде, соны жаза кетіңіздер. Қандай тұқымдашылықтар ұнайды сіздерге? Англо, араб ұнай ма? Қазақ, чистокровный, российский жалауыздар ұнай ма сіздерге? Қазақтың жылқысы ұнай ма? Ақалтеке ұнай ма? Сондай жылқылардың тұқымдары туралы жаза кетіңіздер. Қандай жылқының тұқымы бар? Үйлеріңізде осылай тай ұстайтын адамдар бар ма? Жаза кетіңіздер. Барлық пікірлерді оқып, өзімнен ағандарына лайк басып отыратын боламын. Міне ат суыту процесімізді бастадық. Үстіндегі мүңгі көрпемізді алып тастайық. Күнші оққа қойып қойдым қазір атты. Мына көрпесі бұлған бас үшін. Іш жағынан бу болып тұр, жылған арқасы. Қазір осы. Міне достар, көрпесін аударып жайып қойдым. Мына жағымен, мына тер жағын сыртына қаратып қойдым. Тер емес жағын, тер жағы болған. Ол жағын аударып, мына жақ сторонасын іш жағын қаратып қойдым. Жылқымыздың үсті тез кебеді. Себебі астынан жылқының денесінен бу шыққан кезде, сол бу арқылы денесін кептіреді. Ал үстінде су көрпе тұрса, су көрпені де кептіру керек болады. Сол арқылы жылқымыз тез суый алмайды. Жылқы суытқан кезде басын неғұрлым жылқыны аямай биіктеу байлап қойыңыздар. Себебі жерден қар жеп алуы мүмкін, шөп жеп алуы мүмкін. Ол тышқан болып қалады жылқыдан ауырып. Себебі денесі қызып тұрған малға су шөп жеуге болмайды. Жүнін үсті көтеріп қоямыз. Әйтпесе денесіне тырысып қалады, жабысып терімен. Тұз ғой, терінің бәрі осылаймен көтеріп қоямыз. Қазір осы жағымен бір суы болады. Содан кейін мына жағына жылқыны қозғаймыз, былай қарай. Содан кейін мына жағына суытамыз. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видеодан соң каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.